12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Қайырлы күн. Бауыржан Момышұлы атындағы нөмірі 45 қазақ классикалық гимназиясына қош келдіңіздер. Гимназия 1986 жылы пайдалануға берілген. 1990 жылдан бері Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының есімін иеленіп келеді. Гимназия статусын гимназия 1992 жылдан бері иеленіп келеді. Гимназияға қош келдіңіздер. Ал енді гимназия оқушыларының қауіпсіздігіне сай турникетпен 70 камерамен қамтамасыз етілген. Жалпы гимназия 2 корпустан тұрады. Бұл негізгі корпусымыз, негізгі ғимарат. 5-11 сыныптың оқушылары білім алады бұл жерде. Және қосымша кіші ғимаратымыз бар, ол жерде бастауыш сынып оқушылары білім алады. Ал енді гимназия жетістіктеріне келетін болсақ, 45-ші гимназия болашаққа бағдар түзген білім ордасы ретінде бірнеше жетістікке жеткен білім ордасы. Оның ішінде атап кететін болсақ, Алтын қыран халықтық сапалық белгісімен марапатталған, бірнеше жыл қатарынан үздік олимпиада мектебі номинациясын иеленген, облыс бойынша 2 рет үздік білім беру ұйымы атанған білім ордасы және 2024 жылы үздік ұжым номинациясын иеленген. Гимназияда 185 педагог қызмет атқарады. Олардың қатарында 11 педагог шебер, 35 педагог зерттеуші, 45 педагог сарапшы және 35 педагог модераторлар бар. Жалпы сапалық құрам 60%-ды құрайды. Гимназияда Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ұстазы 2 қызметкер, 11 Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері, білім беру ісінің құрметті қызметкері 1 және 1 Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі, 1 үздік педагог және 45 ғылым магистрі қызмет атқарады. Гимназияда жұмыс жасайтын педагогтардың қатарында Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген ұстаз 2 педагог қызмет жасайды. Соның бірі орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ахметова Зубида Каримовна. Зубида Каримовна 5 жыл қатарынан республикалық пән олимпиадасының жүлдегерлерін дайындап отырған шығармашыл ұстаз. Рахмет. Максим Горький писал: нужно любить то, что ты делаешь. Даже самый грубый труд тогда возвышает человека до творчества. Поэтому нужно любить свое дело, быть искренним со своими учениками, знать их интересы, интересоваться их потребностями в жизни именно в плане познания мира. И тогда учитель достигает самых высоких результатов. Я в своей жизни преследую именно к творению с каждым ребенком. И каждый ребенок индивидуален, требует к себе особого подхода. Сіздер көріп тұрған жетістіктер бұрышы гимназия мұғалімдерінің және оқушылардың талай тартысты бәсекелерде интеллектуалдық, өнер, спорт бағытындағы шаралардан жеткен жетістіктерінің көрінісі. Биылғы оқу жылында гимназияның тарих пәнінің мұғалімі Лаубай Тоғжан Құралбайқызы республикада үздік педагог атанды. Қайырлы күн. Биылғы оқу жылында мен үздік педагог 2025
атағын иелендім. Бұл медаль мен үшін бірінші жетістік емес, ең бірінші жауапкершілік. Бұл медаль марапат емес, артылған үміттің ақталғаны. Енді үздік педагог болғаннан кейін маған үздік педагог қандай болу керек деген сұрақтар жиі қойылады. Мен үшін үздік педагог ол оқушының 1045 рет қойған сұрағына 1045 рет сабырмен жауап берген адам. Мен үшін үздік педагог ол әрбір сабағына жеке дара дайындалатын мұғалім. Мен үшін үздік педагог өзіне сенімді оқушының арқалаған үмітін жандыра алатын мұғалім. Жиырма бірінші ғасыр ұлттық бәсеке, ақпараттық сайыс, инновациялық технологиялар және экономикалық реформалар сияқты көріністермен ерекшеленеді. Ал осындай заманда интеллектуалды, дені сау, ой өрісі кең, саналы ұрпақты тәрбиелейтін ол ұстаз. Мектеп деген ол мұғалімнің жаны болатын дейтін болсақ, біздің гимназияның ұстаздары да өздерін республикалық деңгейдегі түрлі байқауларда дәлелдей алған майталман ұстаздар деп айта аламыз. Атап өтер болсақ, республикалық педагогикалық идеялар фестивалінің жеңімпаздары Сейілбаева Нұргүл Қуанышбаевна, Маталиева Аида Ертаевна, республикалық идеялар панорамасы байқауының жеңімпазы Мертан Талғат Әзімбекұлы, үздік республикалық авторлық бағдарлама байқауының жүлдегері Дауылбаева Бибігүл Сейсенбаевна, республикалық Олимп шыңғы олимпиадасының жүлдегерлері Алмамбетов Рахымжан Дүйсенович, Юсупжанов Талғат Юсупжанұлы, Тілепбергенова Зарина Абельсеитовна, республикалық алтын тұғыр байқауының жүлдегерлері Дербісалиева Хадиша Манқұловна, Тілепбергенова Зарина Абельсеитовналар біздің гимназияда қызмет етеді. Ал осындай майталман ұстаздардан білім алатын біздің оқушыларымыз да республикалық, халықаралық деңгейдегі жарыстардың жүлдегері атанып жүр. Мәселен айтатын болсақ, жалпы білім беретін пәндер бойынша облыстық республикалық ғылыми жобалар байқауының жеңімпазы атанған тек қана мектеп оқушылары емес, құқық қорғау органдарының тарапынан да қызығушылық танытқан қалқан жобасымен облыстық ғылыми жобалар байқауының жүлдегері Ескермес Гүлнұр қазір сіздермен қалқан жобасын таныстыратын болады. Армысыздар, құрметті көрермендер, мен аты-жөнім Ескермес Гүлнұр, мен номер 45-ші Қазақ классикалық гимназиясының 10-шы б сынып оқушысы болып табыламын. Мен де бүгін сіздерді қалқан жобасымен таныстыратын боламын. Ең бірінші, қазіргі уақыттағы проблемаға тоқталып кететін болсақ. Яғни қазіргі уақытта бізде мектеп оқушылары арасында буллинг және де зорлық-зомбылыққа байланысты оқулар жиіленуде, және де біз қалқан қосымшаша веб-хостинг арқылы осы мәселені шешудеміз. Және де біздің сайтымыз жалпы 4 бөлімнен тұрады. және де ең бірінші бөлімге тоқталып кететін болсақ, ол әділ мен дана заң әлеміне саяхаты анимациялық бөлімі. Және де бұл 1-5 сыныптарға арналған бөлім болып табылады. Және бұл бөлімде біз түрлі анимациялық деректер арқылы, түрлі анимациялық комикстер арқылы біз балаларға жалпы өздерінің құқығын қалай қорғау, оны қалай түсіну керектігін түсіндіретін боламыз. және де келесі сағат чат-боты, яғни ол 9-6 сыныптарға арналған бөлім болып табылады. және бұл бөлімде біз балаларға жасанды интеллект чат-ботын жасаған болатынбыз. және де бұл чат-бот бізде толықтай конституция және құқық негіздеріне негізделген жасанды интеллект чат-бот болып табылады. және бұл чат-бот арқылы балалар өздерінің аңдатып жүрген сұрақтарға жауаптарын ала алады, және де дереу кезінде көмекке жүгіне алады. Келесі ол құқық клаб. Яғни құқық клаб ол бізде түрлі электронды нұсқаларға, электронды деректерге толы бөлімді болып табылады. және бұл жақта бізде балалар конвенциясы, сонымен қатар түрлі чек-листтер мен тесттер арқылы балалар өздерінің құқықтық сауаттылығын арттыра алады. Келесі ол маса бөлімі. Яғни бұл бізде Ахмет Байтұрсынов маса деректер жинағына, өлең жинағына негізделген бөлімді болып табылады. және де бұл бізде ата-аналарға негізделген, яғни ата-аналарға баланы қалай тәрбиелеу керегін, балаға қандай тәрбие беру керек екен жайлы бөлім болып табылады. және бұл бөлімде біз толықтай ата-анамен жұмыс жасап, яғни балалардың құқығын қорғау жайлы түсіндіреміз.
сіздерді Флора Виттал жобасы аясындағы экологиялық аймақпен таныстырмақпын. Экологиялық аймақтың негізгі мақсаты оқушылардың табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыру, экологиялық мәдениетін қалыптастыру. Экологиялық аймақтың негізгі екі бөлімнен тұрады. Экологиялық аймақтың бірінші бөлімінде оқушылар бөлме өсімдіктеріне күтім жүргізіп, топырағын қопсыту, суару сияқты күтім жұмыстарын атқарады. Экологиялық аймақтың екінші бөлімінде мектебіміздің 84 сынып комплектісі ішінен 74 сыныпқа арнайы жер учаскелері бөлініп берілген. Оқушылар бұл жер учаскелеріне көгалдандыру жұмыстарын жүргізеді, табиғат туралы терең білім алады. Экологиялық аймағымызда туған өлкенің табиғи өсімдіктері 150 арша, 15 шырша, 25 қарағай, 25 үйеңкі, 25 павлония жеміс ағаштары мен шағын гүл отырғызатын бақшасы орналасқан. Сонымен қоса бұл аймақ оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастырып қана қоймайды, Самал Мөлтек ауданы тұрғындары үшін де жайлы демалыс орнына айналуда. Бұл аймақ тек жасыл желек отырғызған аумақ қана емес, сонымен қатар біздің табиғатпен тығыз байланыста болуымызды үйрететін маңызды аумақ болып табылады. Мұнда біз оқушы ретінде табиғатпен тығыз байланыста болуды үйренеміз және түрлі өсімдіктерді зерттеп, ғылыми жобаларға дайындаламыз. Күтім жасау арқылы жауапкершілік пен еңбексүйгіштікке тәрбиеленеміз. Жасыл технологиялар баланың көзімен эко-юрист, байтақ ел және тағы да басқа көптеген байқаулар мен акцияларға белсенді атсалысып, көптеген жүлделі орындармен марапатталдық. Жасыл әлемді бірге құрайық атты дән егу акциясына белсенді атсалысып, көптеген жас көшеттерді мектеп ауласына отырғыздық. Бүгінгі күні экология бүкіл әлем үшін маңызды мәселе болып табылады. Ал біз жас ұрпақ сол табиғатты аялауды мектеп қабырғасынан бастап үйреніп келеміз. Мектебіміздегі патриоттық кеңістік бұл оқушылардың отанға деген сүйіспеншілігін, ел тарихы мен ұлттық құндылықтарға деген құрметін арттыратын маңызды орта. Патриоттық кеңістік бұл мемлекеттік рәміздер, тарихи тұлғалар және де біздің ұлттық құндылықтарымыз бен тәуелсіздігіміздің идеясының бастау алатын орны. Бүгінгі таңда біздің негізгі мақсатымыз патриоттық кеңістік арқылы елін сүйетін, саналы, жауапкершілігі жоғары ұрпақты тәрбиелеу. Мектебіміздің кеңістігінің негізгі мақсаты бұл Бауыржан Момышұлының өмірі мен ерлігін баяндай отырып, оқушылардың дүниетанымын кеңейту және де ұлттық құндылықтар арқылы патриотизмге тәрбиелеу. Мектебіміздің әрбір оқушысы Бауыржан Момышұлының тарихтағы елеулі тұлға ретінде жан-жақты таниды. Бүгінгі біздің негізгі іс-шарамыз осы қазіргі таңдағы тұлға тануды қолға алып отырған ең негізгі іс-шараның бірі. Мектебіміздегі қазіргі қолға алынып отқан негізгі іс-шара бұл тарихтағы елеулі тұлғалардың орнын зерттеп анықтау. 10-шы сынып оқушылары Ердос Жарқын тұлға тану мәселелерін сіздерге таныстырады. Тұлғасы тұнған тәлім, есімі елге мәлім Бауыржан Момышұлы, қазақ халқының даңқты ұлы. Екінші дүниежүзілік соғыстың ата-аңызға айналған қолбасшысы, кеңес одағының батыры. Мәскеу түбіндегі шайқастарда ерекше ерлігін көрсетіп, әскери тактиканы шеберімен меңгерген батыр ретінде тарихта қалды. Бауыржан Момышұлы отансүйгіштікпен, қайсар мінезбен және де ұлт рухын көтерген тұлға ретінде келешек ұрпаққа өнеге болды. Қазір бізде көңілді үзіліс. Ағылшын тілі пәнінің мұғалімдері оқушылармен бірігіп, көңілді үзілісті ойын алаңында өткізуде. Are you ready, guys? Yes. Okay, let's start. Okay, first question number 24. Okay, what state do these flags belong to? Okay, your answers? The first UK, okay. Germany.
зерттеу кеңістігі бойынша конвекция әдісі арқылы тәжірибе көрсететін боламын. Менің атым Иманалиева Мереке, мен 9 сынып оқушысымын. Бұл бізде қағаздан жасалған спираль, және оны біз жіп арқылы тұрғыға, яғни штативке байладық. Енді сіріңкені жағу арқылы майшамды жағып аламыз. Кейін осы майшамды жоғары көтерілу арқылы, яғни жылу төменнен жоғарыға көтерілген кезде спиральдің айналатын көре аламыз. Біз командамен әртүрлі жастарға қатысып, өнер көрсетіп жүрдік. Біз қыздар категориясында бақ сынап Астана қаласына 2 рет барып келдік. Соның арқасында республикалық жарыстан бірінші орын иегері атандық. Бұл роботек. Бұл роботтың басты мақсаты осы жерде 3 минуттың ішінде барынша көп рет жүк тасымалдау. Өткен оқу жылында біз Анталия қаласына барып, Анталия қаласына жолдама ұтып алған болатынбыз халықаралық жарысқа. Бұл біз үшін үлкен мүмкіндік және де мақтаныш болды. Болашақта мен робототехника саласында өз білімімді кеңейтіп, елімнің дамуына үлкен үлес қосқым келеді. Халық қаһарманы атаңызға айналған Бауыржан Момышұлының 115 жылдық мерейтойына орай Жамбыл облыс полиция басқармасы мен Тараз қаласы білім бөлімінің ұйытқы болуымен 8-9 сыныптар арасында жас сақшы әскери патриоттық сыныбы ашылды. Жас сақшы әскери патриоттық сыныбының сынып жетекшісі Құдайберген Айжан сыныпқа барлығы 20 оқушы қабылданды. Әр аптаның бейсенбі күні полиция басқармасының жоспарына сәйкес құқықтық тәрбие сағаттары өткізіледі. Енді біздің жас сақшы сыныбымыздың мақсат міндеттері туралы жас сақшы сыныбының оқушысы Ерғали Нұрсұлтан жауап береді. Қазіргі таңда жас сақшы сыныптары оқушыларды осы сабаққа кешікпеуге шақыруда, және де мектеп әкімшілігі мен мұғалімдерге мектептік ішкі тәртіпті ережелерді сақтауға көмектесуде. Сонымен қатар оқушыларға үлкенді құрметтеуге, кішіні ренжітпеуге кеңес береді. Және де бұл игі бастаманың басты мақсаты азаматтық жауапкершілік пен темірдей тәртіпті қалыптастыру болады. Бүгінгі жас сақшы ертеңгі ер тілегі. Біз мектептегі ұшқыр ой дебат үйірмесіне қатысамыз, және үйірме барысында біз түрлі өзекті тақырыптарды жан-жақты әрі белсенді талқылау арқылы сыни ойлау, пікір айту және дәлелдеу дағдыларымызды жетілдірудеміз. Қазіргі таңда үйірмеге 7-10 сыныптардан 32 оқушы тұрақты түрде қатысуда, және жыл қорытындысы бойынша пікірсайыс бағытынан үздік мектеп номинациясымен және Асхат Қызыбалжан үздік координатор номинациясымен марапатталды. Сонымен қатар Семей қаласында Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойына орай өткен Оқу ағарту министрінің кубогына арналған республикалық дебат турнирінде Асхат Қызыбалжан жүлделі 1-ші орынды иеленген болатын. Қазіргі таңда үйірме оқушылары облыстық деңгейдегі 6 турнирдан және қалалық деңгейдегі 2 турнирдан жүлделі орындарға ие болып, гимназияның абыройын асқақтатудамыз. Және назарларыңызға біздің бір ойынымызды көрінуге ұсынамыз. Гимназиямызда бастауыш сынып оқушыларының қызығушылығы мен қабілетін дамыту мақсатында таңдау пәндерімен үйірмелер жұмыс жасайды. Қазіргі кезде таңдау пәндері мен үйірмелер бастауыш сынып оқушыларының пәндік құзыреттіліктерінің артуына, шығармашылық ойлауын кеңейтуге, зерттеушілік дағдыларын дамытуға және оқу мотивациясын жоғарылатуға бағытталған. Қазіргі таңда осы жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде бастауыш сынып оқушылары өзінің жетістіктерімен дәлелдеп отыр.
Мысалы, айтып өтсем, бастауыш сынып оқушысы Анарбай Алдияр 2024 жылы 3-4 сынып оқушылары арасында математикалық алтын сақа олимпиадасының республикалық кезеңнен бас жүлдесін, 2025 жылы осы алтын сақа математикалық олимпиадасының республикалық кезеңінің бірінші орын жүлдегер атанды. Тура осындай алтын сақа математикалық олимпиадасының қалалық облыстық кезеңдерінің жүлдегер оқушылары ол Жолашар Бегарыс, Асқарбек Айлин, Уәли Алинор, Әлімхан Нұрбек және Мансұр Берікұлы деген оқушыларымыз жүлдегер атанды. Бауыржан Момышұлы атамыздың аты еленген гимназияда оқығанымды мақтан тұтамын. Мен сабақтан бөлек жас тағын үйірмесі мен би үйірмесіне қатысамын. Мен жас тағын үйірмесінде әртүрлі есептерді шығарамын. Маған математика пәні ұнайды. Гимназиямызда спортқа бағытталған 20 үйірмеміз бар. Сол үйірмелердің нәтижелерін айта кетсек, 5-6 сыныптар арасында 9 малақтан жүлделі орындарымыз бар. 7-8 сыныптар оқушылар арасында волейбол спорт түрінен 2-3 орын иеленген оқушыларымыз бар. Сонымен қатар шахмат үйірмесінен 3 орын иеленген оқушыларымыз бар. Және де мектебімізде карате спорт үйірмесі бар. Карате спорт үйірмесінің жетекшісі Рахымжанұлы Артық ағайымыз. Біз мына карате бойынша айтатын болсақ, биылғы жылы үлкен жетістіктерге жеттік. 65 жүлделі орынға ие болдық. Оның ішінде Қазақстан Республикасының жарысында 8 алтын, 6 күміс, 15 қолаға қол жеткізіп, шәкірттеріміз биылғы жылы үздік номинация атағын жеңіп алды. 25 жылдың үздік номинациясы каратештері. Биылғы жоспар енді Алла қаласа осы Азия чемпионаты бар Астанада. Осы 7 майда болады, соған барып, сол Азияда да өзіміздің туымыз желбіретсек деген үмітіміз бар. Балалар аптасына 3 мезгіл келеді. Дүйсенбі, осы сәрсенбі, жұма күндері келеді. Бұл жерде 80 бала осы каратемен шұғыл айналысады. Оның ішіндегі 25 бала осы Қазақстан Республикасының үздіктері. Оның ішінде еще мына Қазақстанның ұлттық құрамасы деді, соның ішінде 20 баламыз ұлттық құраманың ішінде. Гимназия қабырғасында эстетикалық бағытта 30 үйірме жұмыс жасайды. Нәтижеге бағыттап жұмыс жүргізетін үйірмелер қатарында вокал, хор, драма, би, қолөнер үйірмелері бар. Мақсаты оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытып, эстетикалық талғамын қалыптастыру. Балалар және театр драма үйірмесінде балалар сахна мәдениетін меңгеріп, өз ойын еркін жеткізеді. Көпшілік алдында сенімді сөйлеуді дағдыландырады. Байқап тұрғандарыңыздай, алдымызда хор үйірмесінің дайындығы жүріп жатыр. Назарларыңызға Абзал ана әнін ұсынамыз. Соланша гүлім көзге толып, ана деп ән салам. Жүрегім мейлі жүзге толып, бөбекпін мен саған. Ана, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең дала. Дарасың сен маған, дарасың сен маған. Бауыржан Момышұлы атамыздың
мектеп осы гимназиямыздағы мұражайы 1990 жылы гимназия қабырғасынан ашылып пайдалануға берілген. Осында орналасқан барлық құнды ақпараттар, оқулықтар және де жәдігерлердің барлығы Бауыржан атамыздың өмірінен, тарихынан, ерлігінен сыр шертіп тұрғандай. Қолданған әрбір заттары, жәдігерлері, жасаған еңбектері. Сонымен қатар біздің мұражайымыз жаңа заманауи ақпараттық мазмұндық сипатқа ие болғандықтан біздің мұражайымызда осындай ақпараттық жаңа технологиямен жабдықталған. Бұл технология Бауыржан Момышұлы атамыздың туған жері Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылында орналасқан атамыздың мұражайына 3D форматта виртуалды саяхат жасауға бізге мүмкіндік береді. Бұл жерде біз Батыр атамыздың мұражайында орналасқан бөлмелерді, 3 үлкен бөлмені көре аламыз, және де ауласын. Бұл жерде қолданушыға берілетін мүмкіндік оңға, солға, жоғары, төмен, және де әрбір құнды жәдігерлерді, керекті бұрыштарды біз жақындату арқылы немесе бейнеленген фотосуреттер арқылы көруге мүмкіндігіміз бар. Сонымен қатар AB форматына берілген Бауыржан Момышұлы атамыз туралы деректі фильмдерді тамашалауға мүмкіншілік бар. Көріп отқандарыңыздай, біздің гимназия оқушыларға терең білім беретін, олардың бойында эмоционалды интеллектін қалыптастыратын, бір сөзбен айтқанда, спорт пен өнерді, креативтілік пен шығармашылықты тоғыстыратын, сонымен бірге бала бойына жауапкершілік пен мейірімдікті ұялататын, нағыз адал азаматты тәрбиелейтін білім ошағы.